Неліктен мысықтың мұрты болуы керек? Біздің сүйікті үй жануарлары моральдық және жолақты мысықтар өте ерекшеленеді. Олар әрқашанда сипаты, мінез-құлқы мен сыртқы көрінісі. Бірақ сіздің мысығыңыздың қандай да бір түрін міндетті түрде 4 аяғы, құйрық және, әрине, ұзын мұрты болады. Бүгін біз мысықтардағы мұрттар туралы әңгімелейтін боламыз. Олардың ғылыми аты қандай, олар қандай мақсаттарға қызмет етеді, және бұл неге мысықтарда болады. Неліктен мысыққа мұрт керек? Бізде 5 сезім органы бар, және олардың әрқайсысы адам ағзасының белгілі бір органына сәйкес келеді. Бірақ жануарларда әртүрлі стандартты көру, иіс, есту, сенсорлық және дәм және тиісті органдар, көздер, мұрындар, құлақ, аяқ-қолдар және тіл, тағы біреу жануарлардағы. Зоологияда олар вибрация деп аталады. Атауы латын сөзінен шыққан вибрация, яғни тербелісу деген мағынаны білдіреді. Шын мәнінде бұл жануардың ұзын және қатты шаштары болып табылады, бірақ жылу оқшаулауға арналған әдеттегі жүн жамылғысынан айырмашылығы. Өздер жүйке арналарының көмегімен жануарлардың миымен байланысты және тінтуір функциясын орындайды. Мысықтардың өміріндегі мұрттардың рөлі өте жақсы. Осының арқасында жануар қоршаған орта мен объектілердің орналасуы, өлшемдері және тағы басқа нәрселерді сезіне алады. Бұл мысықтарға тіпті қараңғылықта да объектілерге кедергі жасамауға мүмкіндік береді, бірақ серуендеу кезінде оларды айналдыруға мүмкіндік береді. Ауа әуенінен мұрттар мен миға дейінгі ақпарат, ал жануар бұл айналасындағылардың не зерттелген жаңа объект туралы нақты түсінік қалыптастырады. Мұрт тек мысықтарда ғана емес, көптеген басқа да жануарларда, иттер, егеу құйрықтар және тағы басқа жануарларда бар. Мысалға, бобрлар мен су астындағы тағамдарды табуға көмектеседі.